Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздермен ең дәмді болып шығатын, ең оңай жасалынатын карамель пирогын жасаймыз. Ол үшін бізге табамызға ұн салып аламыз. Разрыхлитель саламыз бір қасық. Сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Онымен сары майымызды қант саламыз. Жұмыртқамызды саламыз да жақсылап араластырып қамыр жасап аламыз. Жұмсақ қамыр жасап алып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қаймағымызды саламыз. Варенкамызды алып аламыз. Менде варенка любавенка деген қою әрі сапалы, әрі тиімді. Жұмыртқамызды салып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, или вилкамен де араластырсаңыз болады. Енді қалпымызды қойып, қамырымызды да жайып аламыз тестімізге. Тестам жұмсақ болған үшін қолға жабысып тұр. Егер де дұрыс жайылмай жатса, үстінен ұн сепсеңіздер болады. Енді салмамызды құйып, іште жіберсек болады. Жиырма 25-30 минутта пісіп шығады. Аз болсын.